10 жыл болған бір жағдай, бір жұмыстан қайтып келе жатсам, жолдан бір үлкен 70-тен кеткен апай тоқтатты да, қолында 2 пакеті бар. Балам, ала кетесің, аяғым шаршап келе жатыр деді. Көлігіме отырды. Отырғаннан кейін өзіне өзі күлімсіреп, ай өмір-ай дөңгелек деп күліп қояды. Содан мен, апай не болды, күлдіңіз ғой дедім да, бір әңгіме шығып кетті. Сол кезде апай айтады да, социализм кезінде дейді, күйеуім товар әбет, сондай бастық болды, мен де бастық болдым. Біздің үйден күнде ет ағылмайды дейді, күнде той, күнде өзіміз сияқты бастықтар қонаққа шақырамыз, күнде айқай шу, рахат би дейді. Сол кезде көрші келіншек болды дейді, 5 баласы бар, жастау келген. Күйеуі грузчик болып біздерде жұмыс істеді, сол 5 баласы бар келіншек шақырып алам үйге дейді. Дастархан, рогалик бәрін істейді дейді. Етті асады дейді, қонақ келген кезде көмектеседі дейді. Бәрін істеп таштай қылып кетеді дейді. Бір күні мен ішек қарымды естан лақтып салып жатсам, бір күні жаңа келіншек келіп тұр дейді, апаны ішек қарымды алуға бола ма деп. Ойбай, ал деп айттым дейді. Оны не істейсің деп айтам дейді, ондай жоқ көрмегенбіз дейді. Ана ішек қарынды алып, жаңа келіншек жуып, балдарына пирожки істеп береді екен. Содан ет сойған сайын ішек қарынды қолына бермеймін дейді, лақтып тастаймын дейді, өзі алады дейді. Малтта сондай қатыгез болдым дейді да, жаңа апай айтады. Содан 30-ның шамасына кеткенімізде күйеуімнің дәрежесі көтеріліп, жұмыс бабымен Алматыға кеттік. Алматыда сол балдар үйленді, күйеуі шықты, қыздарым дейді. Бірақ сонда да балдарыммен көп араласпаймын дейді. Себебі өзім қатты туған шығар, балдарымды қатты туған шығар деп өзім мойындап тұр да. Содан күйеуім қайтыс болар кезде дейді, күйеуім соңғы өсиетін айтып кетті дейді да, балдарымызға, өзімізге де дейді. Мен қайтыс болса, мен ата-анамның қасына, бауырларымның қасына ауылға апарып жерлеңдер дейді. Сол күйеуімді барып ауылға апарып жерлеген кезде, ауылда өзім таныс, бала кезімде өскен адамдарды кездестірдім да, өзім мәз болып қалдым дейді. Күйеуім жерлегеннен кейін Алматыға қайтқаннан кейін жалғыз өзім қалдым дейді үйде. Ауылды сағындым дейді. Күйеуім болса анаяқта, батыс жақта, өзім Алматы жақтамын, не істеп жүрмін. Анаяқта Алматы жақта бала кезімде өскен адамдар жоқ, бәрі бұл жақындықта танысқандар деп ойладым да шештім дейді. Үйді сатып, қайтадан ауылға көшемін деп дейді. Содан үйді сатып Алматыда ауылыма қайтадан көшіп келдім дейді. Көшіп келіп мәз болып жүрмін дейді. Енді кішкентай қойдай жасым қалғанда күйеуімнің қасына жатам. Осы мен өмірім сол жарайды маған деп өзім шештім дейді. Содан бір пенсия біткеннен кейін бір пирожки істегім келді дейді. Содан ет базарға барып әркімнен ішек қарын сұрадым дейді. Самса пирожки істейін, үйге көршілерді шақырайын деп дейді. Содан ешкім бермейді дейді. Содан бір келіншекті естіп қалдым дейді. Бір кезде қарасам таным дейді, сол баяғы келіншек дейді. Менің ішек қарынмен балдарым өзін асыраған келіншек дейді. Күлікті, апа сәлем берді, қалайсыз, амансыз ба, қаяқта жүріп жатсыз, бәрі жағдайын сұрады дейді. Сосын мен айналайын, қалайсың, амансың ба, жақсысың ба деп мен жағдайын сұрадым дейді. Содан келіншек айтты дейді, апа бұйымыңызды айта беріңіз, не керек деп айтты дейді. Содан мен айттым, мен айналайын, бір пенсияға ішек қарынды бере тұршы, самса пирожки істейін деп едім деп айттым дейді. Сосын келіншек ұялған болу керек енді.